Саламатсыздар ма достар, қалайсыздар? Маған сұрақ келді, ВК страницаны қалай жабуға болады, яғни қалай өшіруге болады деген сұрақ келді. Мен айттым, видео арқылы жауап болады дедім, ол жарайды деді. Сонымен көп сөйлемей видеомызды бастаймыз. Біріншіден сіздер Chromeға кіресіздер. Chromeға кіргеннен кейін ВК деп жазасыздар. ВК деп жазғаннан кейін мына ВКонтакте деген тұрады, осын басасыздар. Яғни сіздерде логин, телефон номер, пароль деп жазса, яғни ВК-ларыңызды парольдарын, яғни ВК пароль, яғни ВК номерлеріңіздерді жазасыздар. Сосын жазып болғаннан кейін ол осындай болып кіреді. Осындай кіріп болғаннан кейін мына үш сызықша болып үш сызықшаны басасыздар. Үш сызықша басқаннан кейін настройка деп тұрады ғой. Осы настройканы басасыздар. Настройка басып болғаннан кейін аккаунт деген тұрады. Осы аккаунтты басасыздар. Сосын астыға түсесіздер. Астыға түсе бересіздер. Сосын вы можете удалить свою страницу деген тұрады. Соны басып жібересіздер. Болды. Сонымен ВК страницаңыз жабылды. Болды. Достар, өтініш, каналға жазылайықшы, подписация басайықшы. Подписация басыңыздаршы. Подписация дегенді бастыңыз. Мысалы, мына тұрады, осыны все деген қоясыздар. Болды. Сонымен сіз жазылдыңыз. Бір жазылып қалсаңыз, колокольчикті бассаңыз, мен қатты қуанып қаламын. Және де видеоға лайк басыңыздаршы, комментарий жазыңыздаршы, достар. Бұл еңбек қой, не дегенмен, достар. Өтініш тезірек. Каналға жазылып, мені 1000 подписка апарып тастайықшы, достар. Жалко емес қой сіздерге. Сосын подписаться етіп болған отписка жасамаңыздар, достар. Отписка жасау деген ол 0 қылып тастадыңыздар ғой, достар. Ол каналды вообще мүлдем көрмейсіздер. Көргеннің өзінде де комментарий жазбай, лайк баспай кетесіздер. Каналға да жазылмай кетесіздер, достар. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, видеоға лайк басып, комментарий жазып болғаннан кейін барып видеоны көруге болады. Ендеше сау болыңыздар, достар. Каналға жазылуды ұмытпайық.